Qo'shqo'rg'on Yoshlar Ligasi final ketdi! Кеш жарық, қымбатты жайдарман сүйер қауым, қымбатты достар, қымбатты көрермендер, сонымен көптен күткен әмбебап маусымының финалдық сайысына ақтық мәресіне де жеттік. Жалпы биылғы әмбебап маусым шын мәнінде барлығымызды әмбебап болуға бір тәжірибеден өткізіп, сынақтан өткізгендей болды. Сол себептен әмбебап маусымымызды аяқтауға дайынбыз. Сонымен Қостанай облысы әкімдігінің жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқармасының тапсырысымен жанындағы Қостанай облыстық жастар ресурстық орталығының тапсырысымен Жайдарлы жастар қоғамдық қорының ұйымдастыруымен өткізіліп отырған облыстық суперлига ойындарының ақтық мәре финалдық сайысына қош келдіңіздер. Ойындарымыз әртүрлі белестерден өткізуге шын мәнінде ойыншыларымызды тәжірибеледі деп ойлаймыз, сенеміз. Бүгінгі ойын еліміздің тұңғыш президенті күніне орайластырып өткізіліп отыр. Олай болса, бүгінгі сайысқа қатысатын командалармен таныс болыңыздар. Балаларға арналған мектеп-интернатының түлектерінен құралған дарын интеллектуал Қостанай қаласы. Бәсекелес қарсы алыңыздар Рудный құрамасы Рудный қаласы. Келесі кезекте қарсы алыңыздар Нұрсұлтан қаласы және Қостомар ауылдарының құрамасы Қостомар құрамасы. Олай болса, барлығымызға сәттілік. Жыл бойына облыстық жайдарман сайыстарына ерекше қолдау білдіріп келген облыстық жастар басқармасына және облыстық жастар ресурстық орталықтарына өз алғысымызды білдіреміз. Бүгінгі ойынға қатысатын командаларымыздың сіздерге белгілі Рудный құрамасы және Дарын құрамасы Нұрсұлтан қаласында өтетін республикалық жоғары лига ойындарының жартылай финалистері. Сол себептен бүгінгі ойында жоғары лигаға сай болады деген сенімдеміз. Қарсы алыңыздар сәлемдесу сайысы. Тақырыбы адам болам десеңіз, жоғары ұпай 5 ұпай, ортада қарсы алыңыздар дарынды балаларға арналған мектеп-интернатының түлектері дарын интеллектуал. Қайырлы кеш, мен PhD докторымын, жанымда ғылыми қызметкерлер. Как өзіңді жүмия, сюрприз. Таңшылпан, наған не істегенсің? Білмеймін, шашым өсіп жатырмын. Жоқ, көзін айтам. Көзі ме? Кеше термопаркке барғанбыз ғой. Жындым, бассейнге барды, сырғанап құлап кетті. Содан ба? Жоқ, жап-жаңа шортик жыртып. Осыдан мына шортик жыртып, екінші көзім кетеді. Осы ма сюрприз? Күшті. Қашан кигізіп үлгердің? Бірақ мына талқылаған екенмін ғой. Қайдан келесің? Біз демалып жатырмыз.
термопаркта бар ғой, адам толып жүр енді. Мен ойлаймын, карантин бар ғой, термопарктың сыртында ғана сияқты ғой. Осы сендер демалмайсыңдар ма? Демаламыз. Сендерге қарап шашайын бар ғой. Мен демаламын. Мысалы, мен жаңа ақпаратты игерген кезде миымда дофамин гормоны бөлінгенде мен рахаттанамын. Гормон бөлінгенде кім рахаттанбайды? Сен қалай демаласың? Мен С2H5 пен H2-ның қосындысында 40 градус идеалды түзілген кезде мен шынында демаламын. В общем, шен дези. Бүкіл халық солай демалады ғой. Бірақ сен сәл қиындатады екенсің. Сен қалай демаласың? Мен жұлдыздарды қарап демаламын. Түнде ғана демаламын десе. Біз бір күнде істейтін нәрсе мыналар бөліп істейді екен. Жоқ, мен астрологпын, жұлдыздарды зерттеймін. Хит ТВ-де істейсің бе не? Жоқ, аспандағы жұлдыздар. Оңбаған аруақтардан қорқпайсың ба? Көке, сен демалсай. Түрің отпуск сұрап тұр ғой сенің. Без содержания болса да бар. Мен демалам, мен балыққа барып демаламын ғой. Вот міне еркек, балыққа барып демалам. Спамес балыққа бару керек, естің бе? Сен алдында мен де балыққа барғам, мынандай щука ұстағансың ғой. Жоқ, мен ондай емес. Мен андай балықтарды зерттейтін адам ғой, мен балықтарды зерттеймін ғой. Қойш? Ой, кеш. Құрметті әділғазылар, демалып отырыңыздар, дарын біз кетті. Қазіргі әйелдер елді де басқарады, ал көлікті басқару қиын. Ай, түсіме ет тұрып қалды ғой. Ол қайдан келген? Машинаны соғып алдық қой. Онда мен сторис түсіріп жүрмін. Достар, біз бүгін бірінші ДТП-ға қатыстық, қанеташ? Қарамайсыздар марттарыңа история түсіріп отыр ғой. Теккен машинаны соғып кеткендіз. У нас мелочи нет. Сен өзі айнаға қарайсың ба? Өзіңе қарап алшы. Құдай берген тұр ғой. Енді атқа жылжып жатыр кезің аварияға жақпайсың ба соқпай? Қайсы ол? Анау ортасындағы үшкішті? Қумашы, ол рахмет айтатын көп емес пе? Оны кім айтты саған? Маған үйреткен сол. Қатырма басқаны машинаны қарашы, барын сындырдың. Анау радиатордан су деген ағып жатыр. Моторда бүйтіп дауыс шығып кетті. Ходок кісі өлді, глушитель түсіп жатыр. Сен бүйтсей, сат жіберсең дағы машинаға. Мен қатты соққан жоқпын ғой, қызбын ғой, ударым слабый. Соны не істейміз, қалай шешеміз айтып ал. Білмеймін, маханнан сұрайын. Махан білмеймін, полиция шақырамын. Алло, полиция. Алло. Полиция шақырып отыр, дайындал. Аға лейтенант Хамзин Азович. Причина остановки. Басқа ондай смк жоқ бізде қойшы. Мына екеуі менің артымда кіріп кетті. Енді дұрыс қой, енді өмір солай жалғасады ғой. Машинамды қағып кетті дейді. Так, удостоверение беріп қарындас. Бере алмаймын. Неге? Удостоверение хатада жатыр. Онда праваңды бер. Қойшы, онда түрім жаман. Бүгін түстің ба не? Онда техпаспорт бер. Ол не? Маханнан звондап жүрміз. Жай онда неңді страховка беріп қойшы, страховка. Ағай, никто не застрахован. Ертең не болатынын білмейсің ғой. Әкеш бұл. Татышка, мәкеден сұрайшы, мәкесіз Маханнан. Кім ол Махан деген? Ауылдағы Махамбет дейтін братчика ғой. Машинаны шашады. Қыздар, короче, ештеңе білмеймін, давайте әкелдір. Протокол тұтырам. Бердір. Мен немізді өрем? Ойнап жүрген мен жоқ, бердір дейін. Әнді алай сұраған емес, беріңдерді. Протокол әкеліп тұтырам. Так, қыздар, бір аптаның ішінде төлейтін болсаңдар, 50% скидка. Скидка? Қай магазинде? Шын ба? Алла ма? Ағай, не ма? Ретпен 3-ке өліп төліп те оған ма? Қойдыршы, бас қатырмады, мә төлеңдер, кетіңдер. Кетіңдер дегенсіз, неге жіберіп жатыр? Сен вартаға жақсы тұрасың ба? Жүр кетіп футбол ойнап тек. Таксиде. Саламатсыз ба? Ақырын жатсайшы, үйінде холодильник жоқ па?
ренжімеңіз, холодильникті ішінен жауып көрмеппін. Ал жүрек қандай адресқа барамыз айтыңыз. Неге? Әп-әдемі машинаңызды холодильникке теңепсіз. Әлде пешіңіз істемей ме? Морозильник сонда, багажник, морозильник болып тұр ғой да? Бүйтші, морозильниктен бір қарыс шығарасыз. Неге? Кешке мант жеп алайық. Не істеп жатсың? Мына жерде андай жұмыртқа, дәрі дейтіндер тұра ма деген ғой. Отыршы, сен жыбырлай бер, тыныш отыршы. Не болды Айса, осында көзақ отырсыз ба? Мә, көз сұрағым ойып кетті бар ғой, кетші, есікті жапшы, кетші. Бетін жауып қойса, сасып кетерсің. Жапшы, кетші есікті. Енді есіктің қайда ашып шығып отырсың? Нема, брат, ашып жапқан сайын светің істемей тұру. Кетші. Сөз соңында, құрметті достар, армандар орындалады, мақсатың айқын болса. Жұлдыз Өмірғали, дарын дәккән тағай. Көп рахмет, дарын интеллектуал құрамасына алғысымызды білдіреміз. Сайысымызды одан әрі жалғастырамыз. Жоғары ұпай 5 ұпай. Ортада Қостомар құрамасы Қостанай ауданы. Бүгін екі жоғары лиганың командасына қарсы ойнаймыз. Сол ойынға дайындаламыз деп, бізде ауылда мал жайланған жоқ, қой кезек бағылған жоқ, көмір кіргізілген жоқ, ағаш жарылған жоқ, жалпы біраз нәрсе істелген жоқ. Енді не істейміз? Біз ешқашан құрып кетпейміз, біз жайдарманды қойып кетпейміз. Хотя бы кішкене болса да жайдарманға пайдамды тигіз. Барлығын бәрі біз өзгермейміз, біз намысты бермейміз. Ауылдың балалары, біз задне бермейміз. Өзіңді жоғары лиганың жартай финалында ойнап жүрген сияқты сезінеді екенсің. Сәлем, финал! Жігіттер, бүгін финал. Осы күнге дейін бізге әділ-қазылар өздерінің бағаларын қойып сыйлық берді, иә? Сыйға сый дейді, біздің алдымыздан сыйлық студия. Обстановка по краю, мы с тобой танцуем. В этом клубе сегодня диджей ставит музыку только для нас. Братан, андағыны, біз аған команда болып қосылып ақша берген жоқпыз ба? Әділ-қазыларынан мол қылып шашуға келдім. Не андағы біз ақшылық ешкімге жетпейді ғой. Өзің ойлап қарашы, қазір интернет дамыған, Инстаграм бар, тем более YouTube ашады. Біреу білмесе біреу көріп айтады ғой. Қостомар құрамасы қазыларға бір палқыдан берді. Братан, не айтамыз? Шашылықты айтамыз. Бәке, сізге бір палқыда айта жүрген ба? Қосың ба? Просто жай айтып, тоқ болып тұрсын, қарны ашқамасын деген ғой. Не жаңалық жалпы өзің? Мен қазір жын бір движениемен алып жүрмін ғой. Қандай? ДВК деген. Нұрсұлтан, сенікі қате емес па? Өш қате ме? Алло, Мәкен аяқта қате деп жатыр ғой. Олай болса, жоғары лиганы командаларымен бір сахнада ойнап жүрген Қостанай құрамасы жалғастырамыз. Сонымен көреміз, 2020 жылдың басы Австралияда. Шашлык аламыз, өте керемет шашлыктар бізде. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум, сізге қандай шашлык керек? Жарайды, тебя ойнайды мен. Маған 5 штук шашлык берсін. 5 штук. Что там, бәке, бір пак алайын ба? Қайрат Нұртастың жүрмейтін жері жоқ екен, сонымен концертте. Что сказать? Алдыңғы ойында түсінгеніміз, біз музыкалық райымдерге жақсы екенбіз. Сонымен көреміз, там салатын фирманың жарнамасы. Сонымен көреміз, боқтасып жатқан шалдар. Шал бошына боқтасып жатқаныңызда бет сағат болды ғой.
білетін бала. Менің нәскиім қайда екен? Көкке, менің нәскиім қайда екен? Тесік өзі. Сөз соңында аңыз. Ертеде бір ханның 3 ұлы болады. Хан оларға әрқайсысына жебеден береді. Қай жаққа тигізесіздер, сол жақтан келін алып бересіздер дейді. Сосын екі кенже ұлы Нұрсұлтан қаласынан келін алып келіп, бақытты өмір сүреді. Ал үлкен ұлы ауылдан қыз алып келіп, әлі күнге дейін үйлене алмай жүр. Сол үлкен ұлының үйленуіне біздер де сіздер де тілектес болайық. Қостомар ауылының құрамасы. Thank you very much, guys. Говори своим басом, я тебе не отдался, я буду рваться. Көп рахмет. Қостомар құрамасына алғыс білдіреміз. Қостомар құрамасы өз ауылдастарына, жерлестеріне алғыстарын білдіреді. Сайысымызды одан әрі жалғастырамыз. Жоғары ұпай 5 ұпай, ортада Рудный құрамасы. Бітпей қинайтын нәрселер көбейіп кетті ғой. Екіншісі ма? Карантин да? Шынын айтайын, жайдарман ойнайтын адамдар емес. Простой адамдармыз ғой. Қалай түсіндірсек болады, простой адамдар болады ғой. Мектепте никак бірінші партаға отырып көрмеген. Ана апайы ұбт-ға қатыспай 9-дан кетіп қаш деп жалынатын. Ана еңбегі қай, 2 бала берші сұрақ келгенде бірінші жұмыс алып кететін. Шынын айтайын, телевизорға шығатын адамдар емес. Біз осы уақытта сіздерге жағдайымызды айттық. Өзіміздің басымыздан өткенімізді айттық. Сіздер оған күлесіздер. Күлетін нәрсе емес қой. Біреудің пешенесіне жазылған тағдырға күліп. Сонымен көріп, ұйымдастырылуы төмен дәрежеде өткен жайдарман. Сонымен құрметті қазылар алқасы, Қостомар құрамасына беретін бағаларыңыз. Бұлай өмірде бір сәтсіздіктерге ұшырап қалатын, өмірде бір нервный ситуацияға тап болатын жағдайлар болып болады. Кез келген жерде бір нервқа тиетін бір жағдайларға түсіп қалатын адамдарымыз ғой. Андай болады, қалай түсіндірсек, ұйықтап жатқан кезде бір шыбын қонып мазаңды алып жібереді ғой. Көзіңді ашық болсаң ұшып кетеді ғой. Сосын қазанмен тамақ істеп жатқан кезде кірешкісін таппай үстіне леген қоя саласың ғой. Бір кезде аударылып ішіне түсіп кетеді ғой. Жанынан пышақты аламай қиналасың ғой. Ана көйлектің түймесін қадаған кезде біреуін жоғары қадап қоятын. Сосын кір жайған кезде болды, сымға ауыр джинсы іліп қалған кезде нәскилер шашылып қалады ғой. Бір деловой болып жүрейін деп қалтаңа ручка салсаң, ішіне запас ағып кетеді шалбарға. Ана ұйқылай ол телефон шұқылап атасың да, сонымен қабырға мен диванның арасында телефон түсіп кетеді ғой. Сондай сәтсіздіктер ұшырайтын адамбыз ғой. Негізі мынау біздің жайдарман ойнап жүргенімізге бақандай 5 жыл. Сол 5 жылда Рудныйдан мақтанатын нәрсе таппадық. Сөйтсек, Рудныйдан таң шығады екен ғой. Таңды да нормальный кезде ішпейсің ма? Азанда басауреп отыр бұл. Рудныйдан шықты ғой деп кім оқиды? Бір жақсы уақытты көрсетеді да. Азанда бүйтіп қарап, таң деп жазылып тұрады. Таң атыпты ғой дейсің. Біздің Рудный қаламызда 3 завод орналасқан. Сыра заводы, Черчилль, сосын таң заводы.
ішесің, тіске басар, бас жазып кетіп қалады. Сосын қалада карьера орналасқан. Мына басқа қалаларда адам карьера өскен сайын көтеріле деген. Біздің Рудныйда карьера түскен сайын карьера өседі. Бош тез айтшы, тез. Мен сөйлейтін жерімді жеткізіп тасташы. Халқымда қауышайшы. Мына Рудныйда келгеннен дым көрмегенін деп ойлап қалмаңыздар. Кеше Қостанайға келіп, Мартқа барып қыдырдық. Марттың ішінде қыдырып жүрсек, суретке түстік, араладық. Сөйтсем мынау кофе құятын аппаратқа 5000 теңге салып жіберген ғой. Ол ақша қайтарма деген ғой бәле. Бір шелек кофе алдық. 3 күн болды ұйықтамағанда. Жүрек түкілдіріп тұр ғой. Елім деп соғып тұр ғой. Негізі біз өмірде бір жаққа асығып жүретін, шаруаларын тез бітіріп алғысы келетін бір шыдамсыз адамдармыз. Кез келген жерде бір шыдамсыздық танытатын адамдар болады. Тамақ кемей жатып, самса-памсаға тойып алатын. Базардан келген пакеттің аузын шешуге ерініп жыртып көре салатын. 42500 сағат сайын тексердік. Ана сканбордтың бірінші бетіндегі білетіндерін жазып, келесі бетке бірден өтіп кететін. Біреу анекдот айтып кетсе, соның соңын айтып қоятын. Жұмысқа кіре салып аванс сұрайтын. Инстаграмдағы стористі өткіз жеп көретін. Ойын соңында біздің Рудныйға бір ғана нәрсе жетіспейді. Ол внимание. Сосын қазақша. Сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен өздерінің қалалары туралы ешқандай әні жоқ Рудный құрамасы. Көп рахмет. Рудный құрамасына алғысымызды білдіреміз. Сонымен құрметті қазылар алқасы сәлемдесу сайысы өз мәресіне жетті. Жоғары ұпай 5 ұпай. Сәлемдесу сайысына беретін ұпай сандарыңыз. Бірінші болып өнер көрсеткен дарын интеллектуал. 4 Қостомар құрамасы. 5-3-4 5-4 4,2 ұпай. Және Рудный құрамасы. Толық 5 ұпай. Сонымен келесі сайысымызға кезек береміз. Стендап сайысы өткен жартылай финалдық сайыстарда барлықтарыңыз куәгер болатынсыздар. Әр командаға 3 минуттан уақыт беріледі. Бірінші болып бастайды, ортада қарсаңыздар Қостомар құрамасы. Қайырлы кеш, есімім Дастан болады. Мен жалпы бүгін балалық шақ жайлы айтқым келеді. Біздің кезімізде, кішкентай кезімізде, ертең болды ертең мектепке келуге барасың деген кезде кәдімгі жүрегіміз дүрсілдеп, ұйықтай алмай кәдімгі өміріміздегі маңызды сәттердің бірі болатын. Сосын кәдімгі келесі күн сол базарға барамыз. Базарға барғаннан кейін бізге не киетініміз емес, не жейтініміз маңызды тұғын. Сосын жаңа базардан келеміз. Сосын үйдегілерге мода көрсетеміз ғой. Осындай дышыға алдым, не осындай неге алдым деп. Сосын жаңағы бір нәрсені қателесіп қойсаң, кәдімгі міндеттенеді ғой. Осы субсидия үшін бәрін істеп жатырмық қой, осы өзімізге бір жапырақ носкиді алмадық қой деп кәдімгі. Сосын жаңағы біздің бір адамдарымыз болатын, сен туғанда біз не үшін болғандық дейді. Мен ана түсінетінім 4-5 жас, 10 жас үлкендер болса, жоқ бір 2-3 ай үлкендер айтады ғой. Мен туғанда сен бұтына жеріп қойған жасың, мен қайдан білейін оны? Мен туғанымда да білмейсің ғой сен. Сосын мен қаланың балалары мен ауылдың балаларын салыстырып көрейік дедім. Сосын қаланың балаларында доңғалаққа сым байлап жүгіру деген болмаған оларды. Алма ұрлап, тұз тигізетін, ағаштың бұтағымен тақтақ ойнайтын ондай болмаған ғой. Жалпы айтқанда өмір көрмеген ғой. Сосын жаңағы мектепте, ауылда жүргенде, жаңағы дүкенде апай сдача санап жатқанда біз ақындап
жаңағы чупа-чуп сағыз ұрлайды емес. Осы жаңағы өз Рахмет достар, балалық шақты бір есік алдық. Қарсы алыңыздар, ортада рудной құрамасы Абзал. бір журик айдады іздеп кеткен. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам деп ешкім айтпайды деп. Негізі мен өзім жайлы айтайын. Маған көп қойылатын сұрақтар: бойың неше? Баскетболға қатыспайсың ба? Волейболға қатысатын бойды қорғап жүрсің ғой деп. Мысалы айтпаймын, пұты талтақ жігіт болса, сен талтақ пұтты қорғап жүрсің ғой демей ба? Ат жаппайсың, ат жапқанға әдемі ғой деп ешкім айтпайды. Сол сияқты маған бұл берілген өзіме Құдайдың сыйы, мен өзім білемін қалай пайдалансам да. Одан соң мен стендапта көбіне өзім көрген білген айтады. Мен мектеп 11 жыл оқыдым, 5 жыл университет оқыдым. Яғни мен парта, тақта, желкелерін көрдім. Мен қазір желке танушым. Кез келген адам желкесінен таниды. Bir күні көшеде кетіп бара жатсам, бір жігіт келіп: "Ей, досым, қалайсың? Біз мектепте 11 жыл оқыдық, қалай танымайсың?" дейді. Айтамын ғой, теріс қарашы, айналысың. Желкесін көріп, бірден танығасың. Екінші қатарда отыратын Ермек қой дегенсің. Сен тап желке тану деген ғылым бар деп зерттеп кетіп жүрмеңіздер, жай қуып алыңыз. Мектепте мен түсінбейтінім, неге бойы ұзын жігіттер артқа отырады? Может, мен зрением нашар шығар. Мен ауылда тұратын шығармын, көзімді көрсетуге менде возможность жоқ шығар. Алдына отырып қалсам, бір қыздар шығар: "Ағай, маған көрінбей жатыр." Ничего, сәл беттейді, қарасыңызшы. Әйтеуір, дыш ағайға ризамын. 5-ші сыныпқа дейін бірінші қойдым мен. Одан соң спорт секторыма келіп екінші қойып қойдым. Даже байқасаңыздар, командада да мені шетке қойып қояды. Фотоға түссеңде шетте тұрасың, инстаграмға жақтың жиылып түсіп қаласың. Боймен сәтсіздіктер, қиын кездер көп болады. Мысалы, бәріміздің сүйікті транспортымыз не? Білесіздер, пласкарт. Пласкартта сіздердің өздеріңізде аяқпен проблемалар болады. Мен жайлы айтпай қойдым. Жатқан кезде дейсің ашып кетті. Жоқ, аяғым зато жол жауып тұрады. Боковойда жатқан адам беттеу жүресің андасың. Жалпына мектеп тақырыбына оралады. Мектепте мені қызықтыратын бір нәрсе бар еді. Мектепте ертерек барасың, кезекшілер тұрады, көлеңкеде. Сонымен қалтаңнан айнаны аласың, кезекшілердің бетіне түсіресің. Осы кайф үшін мен мектепке барамын. Жалпы негізі осындай стереотиптер көп. Мысалы, бір адамды көрген кезде бірден оған мамандық тауып, оны бүкіл өміріне жоспар қойып тастаймыз. Ал негізінде әркім өзі біледі немен айналысады. Рахмет сіздерге. Жермен болған Абзал. Сау болыңыздар. Жақсы, рахмет Абзал. Сонымен қарсы алыңыздар, ортада дарын интеллектуал Таңшолпан. Барлығына сәлем. Менің атым Таңшолпан. Түнде тумағам яғно. Түнде жасалған шығар мен. Мен негізі түріме қарап бірден айтуға болады. Мен 7 айлықпын. 7 айлық болып туғам. Онда недоношенныймын ғой. Салмағым 1,5 килограмм болып туғам ғой. Оны қалай түсіндірсем екен? Андай дүкенде 7-8 картошка өлшеп береді ғой. Дәу болса 5-6 ау. Туа сала картоп жарған ғой.
дәрігерлер бірден айтқан ғой, максимум 2 ай. Бұл бала болмайды. Дұрыс айтқан еді. Бала болып жарытып жатқан жоқпын. Жүріп КВН ойнап. Жұрттар вообще тамадамен жаймын ғой деді. Жоқ, сол бала болмайды дегеннен бастап, біздікілер бәріне дайын. Жыл сайын жылқы соямыз. Үйде бар ғой, күріш қаптап тұр, қапшықпен. Сосын мам кез келген асқа барады ғой, бір имамның нөмірін жазып алып қойды. Құдайға шүкір, 19-дамын. Бұның бәрі мамның арқасында. Мен мамам негізі түрмеде істейді. Ойлап отқан шығарсыздар ма, не деген семья деп. Рас енді бар. Біздің үйде строгий режим ғой. Кейде кейбір отбасыларға қызығатын. Отбасы отырып, лот ойнап, андай монополия ойнайды. Бізде строго нарды ғой. Чефирші, қантсыз. Қарап отырсаң, балалық шағымда бір бақытты күн болмаған. Бізде үйге кірген бетте мам тексеріп, қалтам тексеретін. Шешіндіріп тексергенді айтпай ақ қойын енді. Сосын біздің үйде андай қызық. Енді кейбір үйлерде негізі пластиковый терезелер болады ғой. Біздің үйдегі жаңа терезелерді темір решеткамен қаптап қойған ғой. Бірінші этаж болса түсінем, 10-шы этаж ғой. Жаңа кім кіріп, кім қашады дейсің? Қашқанның өзінде бітті ғой, жаңа имамның нөмірін беру керек қой. Сол? Сен үндемей тұра берсең күле береді. Темірлан қызы Таңшолпан, аспандарыңыз ашық болсын. Қостомар құрамасы 4,2 ұпай. Рудный құрамасы 3,6 ұпай. Және дарын интеллектуал 4,5 ұпай.